Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәбет ашарлық жұмсақ қамырымыз бен сулы ірімшігімізге құлпына ерекше қышқылтым дәм берді. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ватрушкелеріңіз өте дәмді болып шығатыны сөзсіз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызға 50 грамм қантымызды қосып, аппақ болғанша көпіртіп аламыз. Жақсы араласқан қантымыз бен жұмыртқамыздың үстіне 160 грамм сүтімізді құйып, үстіне 5 грамм аштығымызды, яғни дрожжымызды салып араластырамыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, 320 грамм ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илей отырып, үстіне 40 грамм бөлме температурасындағы сармайымызды салып, қамыр илейміз. Ұнымыз аз болған жағдайда үстіне кішкене ұн сеуіп отырып, осылай жұмсақтау қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 20 минутқа жылы жерге қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай, енді осы қамырымызды алып, 6 бөлікке теңдей қылып бөлеміз. Қолымызға сұйық-май жағып, осы 6 бөліктің барлығын осылай кішкене зуала қылып, дөңгелек қылып аламыз. Қамырымыздың бетін жауып, 5 минутқа қоямыз. Кішкене көтерілуі қажет. 250 грамм сүзбемізге 2 ас қасық қантымызды салып, үстіне ванилин саламыз. Және 1 жұмыртқаның ақ уызын салып барлығын араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз осылай дайын болады. Біздің дайын болған қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Енді үстіне осылай бокалдың түбін немесе белгілі бір ыдыстарыңызды майлап алып, сұйық маймен осылай белгі қойып шығамыз барлық қамырларға. Мінекей барлық қамырларымыз дайын болды. Үстіне сүзбесін мен бұл жерде құлпынай қойдым. Әртүрлі жеміс жидектер қойсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Бетіне жағуға 1 жұмыртқамыздың сарысын салып, үстіне кішкене сүтімізді құйып, араластырып, бетіне жағамыз.
180 градуста 20-25 минутқа пешімізге салып аламыз. Мінекей біздің ватрушкелеріміз дайын болды. Иісі, дәмі сөзсіз ерекше болып шықты. Жұмсақ қамыры мен сулы ірімшікке құлпынай өте үйлесімді қышқыл дәм беріп, біздің ватрушкелеріміз өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы рецептпен дайындасаңыздар, ешқандай өкінбейсіздер деп ойлаймын. Өте дәмді болып, үйлесімді болып шықты. Сау болыңыздар.